Сәлеметсіздер ме оқушылар, 6 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 9 сабақ қазақстандық кәсіби велошабандоз. Тілдік бағдарымыз ортақ етіс. Оқу мақсаты әлеуметтік мәдени, ресми іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі көтерілген мәселені талдау. Ендеше оқушылар мына ой түрткі сұрақтарына ауызша жауап береміз. Қазақстанда қандай спорт түрлері дамыған және дамуда? Спорттың қандай түрімен айналысқыларың келеді? Неліктен? Спортпен шұғылданған адамда қандай қасиеттер қалыптасады? Спорт денсаулық кепілі деген нақыл сөзді қалай түсінесіңдер? Спортшылардың жеңімпаз болуына қандай жағдайлар әсер етеді? Қазақстандық кәсіби велошабандоз Александр Николаевич Винокуров. Александр Николаевич Винокуров 1973 жылдың 16 қыркүйегінде Солтүстік Қазақстан облысының Бескөл кеңшарында дүниеге келген. Бала кезінде велоспортқа ерекше ықыласты болған Александр 10 жасында осы ұмтылысы өмір бойғы таңдауы екен анық түсінді. Кішкентай кезінде біршама әлжуаз болғанымен, оның бойындағы күш-жігері, қайсар мінезі бірден байқалып тұратын. Александр 2000 жылғы Сидней олимпиадасында күміс, ал 2012 жылғы Лондон олимпиадасында алтын медальға ие болып, Қазақстанның даңқын шығарды. Ол 2012 жылдан бері Астана вело командасын басқарып, көптеген ірі жеңістерге қол жеткізді. Винокуров Қазақстан тарихындағы ең әйгілі велошабандоз. Біздің бүгінгі тілдік бағдарымыз ортақ етіс. Ортақ етіске байланысты бейне жазбаға назар аударамыз. Ортақ етіс. Қимыл іс-әрекеттің орындаушысы біреу емес, бірнешеу болып, ыс, іс, с жұрнақтары арқылы жасалатын етістің түрі ортақ етіс деп аталады. Мысалы, олар жер қазысты. Тілдік бағдармен таныс болсақ, оқушылар 3-ші тапсырмаға назар аударамыз. Сөйлемдерді көшіріп жазып, ортақ етіс жұрнақтарын тап. Егер ортақ етіс жұрнағы жалғанбаса, сөйлемдердің мағынасы қалай өзгеретінін дәлелде. Келесі тапсырма. Оқулығымыздың 147 бетіндегі 4-ші тапсырмаға назар аударамыз. Мәтін берілген, мәтінді барлығымыз оқып шығамыз. Мәтінмен таныс болсаңыздар, оқулығымыздың 148 бетіндегі 6-шы тапсырмаға назар аударамыз. Оқылым мәтініндегі мәліметтерді және қосымша дереккөздерді пайдалана отырып, хронологиялық тәртіпте басты кейіпкердің өмірбаянын жазыңыздар. Өмірбаянда төмендегідей ақпараттарды көрсетіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.